Баршаңызға сәлем, сіздермен Анаргүл. Бүгін сіздермен өте дәмді ұн-қуырдақ деген тағам дайындайтын боламыз. Монғолия елінде бұл тамақты цуйван деп атайды екен. Дәмі өте ерекше, нан салмаға ұқсағанмен, бірақ дәмі оған мүлде ұқсамайды, ерекше екен. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Ең алдымен етімізді жақсылап, ірілеу етіп, барлығын жақсылап турап аламыз. Менде ет сиырдың еті. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша жылқының етін, сиыр етін, қой етін пайдалана берсеңіз болады. Біз алдын ала барлық өнімдерімізді турап дайындап аламыз. Содан соң пиязымызды да турап дайындап аламыз. Сәбізімізді де тура палауға тураған сияқты тураймыз, бірақ кішкене жіңішкелеу, кішілеу етіп тураймыз сәбізімізді. Болгар бұрышында дәл солай турап аламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасыл болгар бұрышы немесе қызыл, сары кез келген түрінен пайдалана берсеңіздер болады. Содан соң алдын ала қыздырып қойған майымызға етімізді салып, жақсылап қызартып, қып-қызыл қылып қуырып аламыз. Еттің суы тартылып, қызартып, жақсылап қуырыңыздар міндетті түрде. Содан соң пиязымызды да салып, жақсылап қуырамыз. Содан соң осы пияздың үстіне 1 шай қасық паприка және тұзымды салып, жақсылап барлығын бірге қуырдым. Міндетті түрде пиязымызды қызартып, жақсылап қуырып аламыз. Біздің пиязымыз бен етіміз осылай қызарып, жақсылап қуырылғаннан соң кішкене су құйып, етіміз піскенше бетін жауып, жай отта, оттың астын ең баяу отқа қойып, бұқтырып қоямыз. Сол арада қамырын дайындаймыз. Қамырды тура еттің қамыры сияқты дайындаймыз. 1 жұмыртқамызға 1 шай қасық тұзымызды және 100 грамм суымызды құйып, жақсылап араластырып, оның үстіне ұнымызды міндетті түрде үнелеуіштен өткізіп отырып қосып, қаттылау қамыр иреміз. Міндетті түрде қамырымыз кішкене қаттылау болуы тиіс, жұмсақ қамыр болмауы керек. Қаттылау қылып, жақсылап қамыр илеп алдым. Мен ең алдымен осылай шанышқымен немесе қасықтың көмегімен араластырып аламын. Содан соң қамырымыз қатая бастаған кезде жақсылап қолыммен қамыр илемін. Иін қандырып, жақсылап қамыр илеп, тындырып қоямыз. 5-10 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң арасында тағы 1 немесе 2 қайтарып жіберіп, илеп қайтадан қойып қойсаңыздар, қамырларыңыз өте сондай эластичный дейді ғой, жылтыр болып, керемет қамыр болады. Сол арада біздің етіміз де пісіп дайын болады. Соның үстіне сәбізіміз бен болгар бұрышын салып, жақсылап араластырып, тағы да бір 15-20 минутқа бұқтырып қоямыз. Сәбізіміз пісіп дайын болам дегенше, біздің өте жұмсақ, осылай теп-тегіс болып тұрған қамырымызды ұнның және оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамыр жайған кезде қолымыздың салмағын қатты баспаймыз, жай ғана оқтауды айналдырсаңыздар жеткілікті, және ортасына қолымызды көп алып барудың қажеті жоқ, тек шетінен, осылай видеодағыдай шетінен жайсаңыздар, ортасы жұқа, шеті қалың болып қалмайды. Сол кезде қамырларыңыз бір тегіс шығады. Қолыңызды ортасынан көп алып барудың қажеті жоқ, шетінен жайсаңыздар жеткілікті. Қамырды жұқа етіп жайып болғаннан соң теңді етіп 4 бөлікке бөлеміз, және осы бөлінген қамырларымызды пештің қызып тұрған өте ыстық табасына екі жағынан кептіріп алатын боламыз, екі бетінен. Пештің табасын міндетті түрде алдын ала қыздырып қойыңыздар. Егер табаларыңыз тез суып қалып жатса, оны қайтадан қыздырып алып, қамырды осылай екі бетінен кептіріп аламыз. Содан соң оны нан салмаға немесе кеспеге тураған сияқты етіп, жіңішке етіп турап аламыз. Еш қорықпастан кесе берсеңіздер болады, өйткені кепкен қамыр болғандықтан жабыспайды. Қамырды кесіп дайындап алғаннан соң жаңағы пісіп тұрған подливымыздың бетіне орналастырамыз. Егер суы аз болып жатса, кішкене су қойып жіберіп,
подливтің үстіне қамырды осылай жайып орналастырып, бетін жауып, өзінің буында орташа отта 15-20 минут шамасында пісіріп аламыз. Осымен біздің өте дәмді, ерекше болып шығатын тамағымыз дайын. Ұн қуырдақ деп аталады. Шынымен де өте дәмді екен, бізге ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Анаргүл. Рецепт ұнаса міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін басып қойды, ұмытпаңыздар.